Қытайдың бір провинциясында Хуаси деген ауыл бар. Бір қызығы, бұл ауылда әрбір тұрғын миллионер. Мысалы, Хуасиде $400,000 аз байлығы бар адамдарды кедей деп санайды. Бүгінде бұл ауылда 60,000 адам тұрады. Олардың барлығы сәнді үйлерде тұрады, люкс көліктермен жүреді және банктегі есеп шоттарында қомақты қаржы сақтайды. Егер біреу ауылдан көшіп кетуге шешім қабылдаса, ол барлық мүлкінен айырылады. Алайда Хуасиден кетуге ешкім асықпайды. Себебі мұнда әр тұрғын тегін медицина, білім және баспанамен қамтамасыз етіледі. Оларға қарттық бойынша сақтандыру және тіпті азық-түлікке арналған субсидиялар беріледі. Жыл соңында ауыл әкімшілігі ауылдың жалпы табысының 20%-ын барлық тұрғындарға, тіпті кәмелетке толмаған балалар арасында теңдей бөледі. Қытайдың бір провинциясында орналасқан Хуаси ауылдық елді мекені бүгінде тек миллионерлер тұратын жер ретінде танымал болды. Жергілікті тұрғындар өз ауылын аспан асты еліндегі бірінші нөмірлі ауыл деп атайды. Мұндай жер әлемде басқа еш жерде жоқ. Хуаси ауылы бірінен бірі сәнді коттедждерден тұратын кешен. Мұнда тіпті 328 метр биіктікке көтерілген өзінің жеке зәулім ғимараты салынған. Ауыл тұрғындары бұрынғыдай ауыл шаруашылығымен айналыспайды. Неге айналысын? Өйткені табысты бизнестермен айналысу әлде қайда тиімдірек. Осылайша хуасилықтар ауыл шаруашылығынан бөлек басқа өндіріс салаларын меңгерді. Дегенмен миллионерлер ауылындағы өмір сырттай көрінгендей бұлтсыз емес. Бұл жердің өркендеу тарихы толығырақ әңгімелеуге тұрарлық. Жақында ғана, шамамен 1970 жылдардың басында, бұл Қытайдағы кәдімгі ауылдардың бірі болатын. Мұндай ауылдар Қытайда өте көп болатын. Жергілікті шаруалардың ерекше байлығы болған жоқ. Олар таңның атысынан кештің батысына дейін бел жазбай ауыл шаруашылық жерлерін ауыр еңбекпен игерді. Өсірген өнімдерін тиын тебенге сатып, тынымсыз еңбек ететін. Бірақ қалай десек те, тарихта жеке тұлғаның рөлі әрдайым маңызды болған. Бұл Қытай ауылында да жеке адамның рөлі шешуші болды. Кәдімгі фермер Ужин Бао бүкіл ауыл өмірін түбегейлі өзгертетін адамға айналды. Бұл 1960 жылдардың сонына таман болған оқиға. Оны ауыл партия ұйымының хатшысы етіп тағайындады. Қазіргі Қытай өлшемімен алсақ та, партиялық билікке ие адам үлкен тұлға. Бұл таңнан кешке дейін жұмыс істейтін қарапайым жұмысшы емес, кен өкілеттігі бар адам. Ал ол кезде мұндай лауазымның маңызы одан да жоғары еді. Алайда 50 жыл бұрын Қытайда социалистік капитализм туралы ешкім әлі ойламаған. Бүкіл Қытай халқы коммунистік қоғам құру үшін бірігіп жұмыс істейтін. Сондықтан Ужин Бао өз ауылында нақты билікке ие болды деп нық айтуға болады. Бірақ оның ойлары сол кездегі қытайлық партия басшыларының ойларынан әлде қайда озық еді. Ең бастысы бұл адамның идеясы болды, және ол оны жүйелі түрде жүзеге асыра алды. 1969 жылдың соңында ол сол кездегі саяси тұрғыдан өте қауіпті, бірақ экономикалық жағынан өте тиімді шешім қабылдады. Хуаси ауылының маңында тоқыма фабрикасын салуға рұқсат берді. Бәрі таңғаларлықтай барлық құжаттарды жоғары органдарда келісуден өткізе алды. Содан кейін үлкен өзгерістер басталды. Дегенмен Ужин Бао үшін бұл бастама өте қайғылы аяқталуы мүмкін еді. Кейінірек партиялық кәсіпкер айтып өткендей, ол ауылдастарының ауыр еңбектен қалай қиналып жатқанын көргенде жүрегі ауыратын. Сондықтан ол партия саясатын азаматтардың нақты қажеттіліктерінен ажыратпау керек деген бастамамен шықты. Бұл жағдайда ол Хуаси тұрғындарының жағдайын жақсартуды көздеді. Нәтижесінде ол өз мақсатына жетуде үлкен табыстарға қол жеткізді. Таң қаларлық, бірақ Ужин Баоның осындай батыл әрекеті ол кезде жазасыз қалды. Нәтижесінде бұл Қытай ауылдарының гүлденуіне жол ашты. Оның фермер қанша жерден мол өнім жинаса да, бәрібір кедей болып қала береді деген пікіріне
Басқа қытайлық партия функционерлері де құлақ аса бастады. Көрініп тұрғандай, халықтың жағдайын тек ақшамен ғана жақсартуға болады деген қарапайым идея көпшіліктің көңілінен шықты. Әрине, ең алдымен ауыл тұрғындарының өздері бұл идеяға қолдау көрсетті. Олар бәрі тезірек бай болғысы келді. Алайда Қытайда социалистік коммуналардан бас тартып, жеке фермерлікке көшкенге дейін тағы да шамамен 10 жыл уақыт өтті. Сол кезде Хуаси тұрғындары үшін нағыз жұлдызды уақыт басталды. Батыл партия жетекшісінің идеяларымен тәрбиеленген ауыл тұрғындары тоқтап қалмай, әрі қарай дамуды мақсат етті. Қытайдың қайта құру дәуірінің басында ауылдағы тоқыма өндірісі едәуір жақсы табыс әкелді. Соңғы бірнеше 10 жылдықта ауылдың айналасында 8 ірі және гүлденген кәсіпорын пайда болды. Хуаси ауылы көршілеріне қарағанда 7 қатпар алға жылжыды. Сондықтан Хуаси коммунасының тағы 12 көрші ауылды сатып алғанына ешкім таңданған жоқ. Қазіргі таңда бұл ауылға жыл сайын шамамен 4 миллиард доллар көлемінде инвестиция салынады. Ауыл тұрғындары ескі үйлерін бұзып, бәрі бірдей сәнді коттедждерге қоныстанды. Қазір бұл жерде жаяу жүру деген сирек кездеседі. Барлығының қымбат көліктері бар. Ал банктердегі шоттарында қомақты қаржы жинақталған. Кейде жергілікті тұрғындар әзілдеп, бұрынғы Қытай билігі орната алмаған дамыған социализмді біз құра алдық дейді. Бір жағынан олар дұрыс айтады. Ауыл тұрғындары үлкен көлемдегі тегін әлеуметтік пакеттерге ие. Оған толық медициналық қызметте кіреді. Сонымен қатар олар түрлі кәсіпорындардың салмақты акция пакеттерінің иелері болып табылады. Ауылдың барлық тұрғындары Хуаси кооперативінің акционерлері. Олардың акциялары Шэньчжэнь қор биржасында саудаланады. Әр ауыл тұрғынының қосымша табысы да бар. Әр қайсысы кооперативтің жалпы табысынан өз үлесін алады. Жылына бір рет жалпы жиналыс өткізіледі. Онда дивидендтер, азық-түлік сатып алуға арналған субсидиялар мен қосымша жәрдемақылар беріледі. Сонымен қатар әр отбасыға 150 килограмм күріш беріледі. Бұл жерде 100 жасқа жеткен қарияларға арнайы ақшалай жәрдемақы беріледі. Әрі бұл көмек тек қарияға ғана емес, оның ұзақ ғұмыр кешуіне көмектескен барлық отбасы мүшелеріне де төленеді. Хуасиға келген кез келген адам осында жалпы гүлденуді көреді. Алайда айқайлап тұрған сән салтанат ауыл тұрғындарына өздерінің қамқоршысы У Жэньбао атаны құрметтеуге кедергі келтірмейді. Оның портреттері ауылдың барлық жерінде ілініп тұр. Портреттерде ол әрдайым қарапайым жұмысшы ретінде бейнеленген. Киімі де қарапайым, ескі шаруашылық киім немесе көп киілген костюм. Егер костюм кисе, онда көбінесе белгілі бір оқиғамен байланысты етіп салады. Мысалы, Қытай Халық Республикасының төрағасымен кездесу сәті. Ал отбасымен бірге түскен портреттерде ол бейресми киімде болады. Алғашында туристерді Хуасиде жақсы көреді және құрметтейді деген әсер қалдырады. Олар үшін заманауи қонақ үйлер, өкілдік ғимараттар және алтынмен әшекейленген мейрамханалар салынған. Тұрғындар одан да көп назар аудартты. Олар өздерінің биік ғимаратын тұрғызды. 60-шы қабатта олар үлкен бұқа мүсінін орнатты. Оған жергілікті билік 47 миллион доллар жұмсаған дейді. Дегенмен, Хуасиге келген кейбір адамдарды біртүрлі сезім мазалайды. Көп нәрсе оларға оғаш көрінеді. Мысалы, ауыл тұрғындары сырттай ашық және қонақжай көрінгенімен, бейресми сөйлесуге аса құлықсыз. Оларды сөзге тарту мүмкін емес дерлік. Ал қызмет көрсетуші персонал мүлде басқаша. Бұл жерде қызметкерлер жетіспейді емес. Керісінше өте көп. Қызметкерлер соншалықты жылы қабақ танытады. Тіпті кейбір қонақтарда бәрі шынайы емес деген сезім пайда болады. Барлығы бір түрлі әсер қалдырады. Мүмкін бұл қызметкерлердің көбі Хуасиге тек ақша табуға келгенінен шығар. Олар жұмысын қатты бағалайды, сондықтан да өз жұмыс берушілерін асыра мақтайды. Бірақ қырағы көз бірден байқайды. Миллионер ауыл тұрғындарының виллаларын күзететін күзетшілер
Әлемнің достық пен бірлік ортасы екеніне ешкімді сендіруге тырыспайды. Сонымен қатар барлық сарайлар бір-біріне ұқсайды. Оларды бірдей архитектуралық үлгімен салғандай әсер береді. Айналадағы отырғызылған ағаштар мен олардың көлеңкелері де ерекше әртүрлілігімен ерекшеленбейді. Сол себепті көп адамда бәрібір үлкен, қымбат жарнамалық проспектіден алынған жарқын сурет сияқты сезіледі. Жалпы алғанда бәрі жақсы және ұқыпты. Бірақ туристің көзіне бір көрініс аса қуанышта әсер қалдырмайды. Әр жерден шығып тұрған құбырлар қою әрі өткір түтін шығарады. Алайда бұл мәселемен ауыл басшылығы қазір жұмыс істеп жатыр. Соңғы жылдары Хуаси маңында бірнеше химиялық зауыт жабылды. Ал қалдықтарды жоюға 50 миллион доллардан астам қаражат жұмсалады. Бірақ ауыл тұрғындарының ақшаны жұмсайтын жері де көп емес. Медицина мен мектеп ауылда тегін. Азық-түлік бағасы өте арзан. Ал ерекше көңіл көтеретін жерлер жоқ. Сөйтіп Хуаси тұрғындары ақылдаса келе, өздерінің миллиондарын қайда жұмсауды шешті. Олар ашық далада футуристикалық стильдегі 24 қабатты алып ғимарат салуды ұйғарды. Бәлкім олар ұжымдық шешім қабылдаған болар. Химиялық зауыттардан пайда табу кезеңі аяқталды. Енді туризмнен табыс табатын уақыт келді. Экологиялық мәселелер туралы бұл ауылда баяғыдан бері сыбырлап айтып келеді. Кім білсін, бәлкім ауылда алып небоскрепті салған себебі оның қайта бағдарланғанын көрсету үшін шығар. Қалай болғанда да бүгінде Хуасиде өте бай адамдар өмір сүреді. Олар бірегей елді мекен құра алды. Олардың бәрі бір ауылдағы социализмнің жеңісінің жарқын көрінісі. Сыбайлас жемқорлықты жеңуге табысты мемлекет құруға болады. Қоршаған ортаны қорғауда мүмкін. Оның бәрін пафоссыз, популизмсіз және ерліксіз-ақ жарты ғасыр ішінде жасауға болады. Бар болғаны адамдарға аздаған сенім, тұрақтылық және мотивация беру керек. Егер сізге бұл видео ұнаса, пікір қалдырып, лүпіл басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.